Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Математика сабағына дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар, сабағымызды бастаймыз. Ол үшін кітабымыздың 37-ші бетіндегі номері 2-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Мен берілгенін оқимын. Сендер мұқият тыңдап отырыңдар, жарай ма? Кәнеке бастайық. Гаусс тәсілін пайдаланып қосындыны табыңдар. Балалар, бізге өрнек берілген екен. Осы өрнекті біз Гаусс тәсілін пайдалана отырып есептеуіміз керек, және өрнектің мәнін астында берілген нұсқалардан дұрыс жауабын табып белгілеуіміз керек. Кәнеке, ендеше өрнекті бірінші берілгенін жазып алайын. 30 көбейтілген 25, азайтылған 25 көбейтілген 27, қосылған 27 көбейтілген 24, азайтылған 24 көбейтілген 24, 24 көбейтілген 24, қосылған 24 көбейтілген 23, 24 көбейтілген 23, азайтылған 23 көбейтілген 21, 23 көбейтілген 21, қосылған 21 көбейтілген 22, 21 көбейтілген 22, азайтылған 22 көбейтілген 18, 22 көбейтілген 18. Неке берілгені жазып алдым. Балалар, бұл өрнекке Гаусс тәсілін пайдаланбай тұрып, осы өрнекті ықшамдап алуымыз керек. Ол үшін берілген жақшадағы өрнектерден ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығаруымыз керек. Кәнеке, бірінші жақшада бізде ортақ көбейткіш 25, ал екінші жақшада 24, ал үшінші жақшада ортақ көбейткіш қандай балалар? Дұрыс айтасыңдар, 23. Мінеки. Төртінші жақшада 22 ортақ көбейткіш болып тұр. Енді осы ортақ көбейткіштерді жақшаның сыртына шығарып жазып алайық. Тең болады. 25 көбейтілген жақшаның ішінде 30 азайтылған 27 қалды. Қосылған 24 жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде 27 азайтылған 24. 27 азайтылған 24. Қосылған 23-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде 24 азайтылған 21 қалды. Қосылған 22-ні жақшаның сыртына шығарсақ, 21 азайтылған 18 қалады. 21 азайтылған 18. Мінеки балалар, ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып алдық. Енді жақшадағы өрнектерді орындап алайық. 30-дан 27-ні азайтсақ, 3 болады. 27-ден 24-ті азайтсақ та 3. 24-ден 21-ді азайтсақ та 3. 21-ден 28-ді азайтсақ та 3 болады. Кәне енді жазып алайық. 25 көбейтілген 3. Қосылған 24 көбейтілген 3. Қосылған 23 көбейтілген 3. 23 көбейтілген 3, қосылған 22 көбейтілген 3 тең болады. Енді балалар қараңдаршы, осы қосылғыштардың бәріне бізде 3 ортақ болып тұр екен. Міне, төртеуінде де бар. Осы 3-ті жақшаның сыртына ортақ көбейткіш қылып шығарып алайық. Тең болады 3 көбейтілген жақшаның ішінде 25 қосылған 24, қосылған 23, қосылған 22 қалды. Тең болады. Балалар, енді осы жақшаның ішіндегі қосылғыштарға біз Гаусс әдісін пайдаланамыз. Гаусс әдісінде ең үлкен қосылғышқа ең кіші қосылғышты қосамыз. Ең үлкен қосылғыш бізде 25, ал ең кіші қосылғыш 22. Одан кейін 24-ке 23-ті қосамыз. Мінеки. 25-ке 22-ні қоссақ 47 болады. 24-ке 23-ті қоссақ та 47. Енді теңдіктің оң жағына 47 көбейтілген деп жазамыз. Енді қосылғыштарды санап шығамыз. 1, 2, 3, 4. 4 жұп қосылғыш бар екен. Енді осы 4-тің жартысын 47-ге көбейтеміз. Яғни 4-ті 2-ге бөлеміз. 4-ті 2-ге бөлсек 2 болады. 47 көбейтілген 2 деп жазамыз. Көбейтілген 3 бар екендігін ұмытпаймыз. Көбейтілген 3 тең болады.
Енді бірінші жақшаның ішіндегі өрнекті орындауымыз керек. Яғни 47-ні 2-ге көбейтеміз. Кәне бағандап көбейтейік. 47 көбейтілген 2. 2, 7, 14. 4 бірлігі түсіп, бір ондығын ойда сақтаймыз. 2-ні 4-ке көбейтсем 8, ойдағы 1-мен 9, 94 болды. Осы 94-ті енді 3-ке көбейту керек. 94 көбейтілген 3 дейміз. 3-ті 4-ке көбейтсек 12. 2 бірлігі түсіп, бір ондық ойда. 3, 9, 27, ойдағы 1-мен 28, 282 болды. Мінекей 282. Міне балалар, бізге берілген өрнекті алдымен ықшамдап алдық. Одан кейін Гаусс тәсілін пайдаланып, тиімді жолмен тез әрі оңай есептедік. Енді осы 282-ні берілген нұсқалардан іздейік. 282 бұл нұсқасында тұр екен, мінекей белгілеп қойдық. Балалар, осымен біздің 37-ші беттегі номері 2-ші тапсырмамыз аяқталды.